енді жастар үшін кредит беру. Жастарға кредит берудің сомасын, динамикасын қарасақ, проблемалық кредиттердің үлесі ұлғайып кетті. Қазіргі уақытта 11%-ға дейін жетті. Сол себептен олардың алатын кірістері осы алатын кредиттермен салыстырғанда жетіспейді. Сол себептен енді жастар үшін кредиттерді тек қана ресми түрде тіркелген табыстар болса, ресми түрде кірістері болса, тек қана сол кезде қаржы ұйымдары бере алады. Бұл 18-21 жас арасындағы азаматтарға арналған осындай шектеу. Депутаттар толығымен жастарға кредит беру ұсынған. Шектеуді да? Толығымен кредит бермеу осындай ұсыныс болып түсті. Бірақ та осы жұмыс тобында біз оны талқыладық. Және біздің пікіріміз бойынша кредит алуға мүмкіндігі болу керек. Бірақ та оны алу үшін ресми түрде тіркелген табысы болу керек. Оның 3 түрі бар. Ол біріншіден стипендиясы, екіншіден жалақысы болса, үшіншіден басқа табыстары болса, бірақ ресми түрде тіркелген табысы болса. Бірақ өкінішке орай сол стипендияға несие алып жатыр. Жаңа депутаттар айтқандай 21 жасқа дейін бермеу. Сосын мысалы тағы ұсыныс бар. Кез келген азаматтың табысы мысалы 200 мың теңге болса, одан төмен болса бермеу керек кредит деген ұсыныс бар. Ол мүмкін бе осындай үлкен қатаң шектеулер қою? Мүмкін 21 жасқа дейін тоқтата тұруға болмай ма? Шектеу сомасы бар ма? Оның шектеу сомасы қазіргі уақытта жоқ. Оларға борыш жүктемесі коэффициенті біріншіден соған қарау керек. Борыш жүктемесі коэффициентіне ол қазіргі уақытта 50%-ды құрайды. Мысалы стипендиясы бір 50-60 мың теңге болса, ол ай сайын төлейтін сомасы, кредит бойынша төлейтін сомасы осы 50 немесе 60 мың теңгенің 50%-нан аспауы тиіс. Бұл жобаны кім ұсынды? Қай банктың өкілдері ұсынып отыр? Бар ғой қазір, Мадина ханым, қазір бар ғой ол да? Қазір ол бар жүріп жатыр, дұрыс па? Сізде статистика бар ма? 21 жасқа дейінгі жастардың қарызы қандай көлемде қазір? Стипендия алып отырғандар статистика бар ма? Тихо, студенттердің қарызы қазір бар ма? Айтып жүріңізші, қанша жас бізде 21 жасқа дейінгі жастар қарыз? Айта аласыз ба? Есіңізде ме? Менде бұл мәлімет бар, мен қазір қарап сізге берейін. 18-20 арасындағы жастарда 480 мың адамның қарыздары бар, тұтынушылық қарыздары бар. Бұл енді шамамен 500 мың адамның қарыздары бар. Бірақ бұл проблемалық қарыздар емес. Оның ішінде проблемалық қарыздар бар. Қарыз алушылардың саны 47 мың адам. бұл енді көп емес па? Бұл көп емес па? Жастардың ортасы проблемасы бар. Ол қалай қарыздары енді өтеліп жатыр? Шектеу қоюға болмай ма? Қандай да бір шектеу енгізуге болмай ма студенттерге? Стипендия алатындар енді көп қой онда. Енді осы заң бойынша осындай шектеулер қойылуға Аздық етіп тұр. Жастарға. Енді бұрын олар кредитті оның ресми түрде табысы болмаса да олар ала береді кредиттерді. Енді тек қана осы стипендияны көрсетеді, немесе жалақысы болу керек, тек қана осы ресми түрдегі табысы болса, ол олардың құқығы. Өте алмаған студенттер. Конституция бойынша бұл адамның құқығы сол кредит алуға. Енді оған біз әртүрлі шектеулер қойыламыз, оның табысына қатысты шектеулер. Табысы жоқ осындай шешім қабылданды. Табысы жоқ студенттерге. Ал табысы жоқ студенттерге әрине ондай кредит жоқ. Енді қазір айтып отырсыз, 47 мың адам бүгінгі күнге қарыз проблемасы бар аға. Енді осы кісілерден сол ақша қалай өндіріліп жатыр? Бұл жалпы табысы жоқ, еш нәрсесі жоқ, жұмысы жоқ, қалай өндіріледі? Соны сіздер ойламайсыздар ма? Ақша берген кезде ол банктер ойламай ма екінші деңгейлі?
Өте жақсы сұрақ. Сол үшін бірнеше андай процедуралар бар. Біріншіден осы урегулирование просроченной задолженности дейміз. Олар арыз жазса, арыз жазу керек. Банктермен микроқаржы ұйымдарына арыз жазса, оларға жаңа төлем кестесін беру керек, беру қажет. Әртүрлі айыппұлдар мен комиссиялары болса, олар шығарып тастайды. Ол да көмектеспесе, табысы жоқ болса, кредит бойынша. Не істейді енді? Енді оған қандай шешімдер бар? Осы банкроттық туралы заңды біз қабылдадық, сол бойынша жұмыс істеуге болады. Көбісінде қандай шешім табылады? Олар осы төлем кестесін, төлем мерзімін көп жылға дейін ұлғайтады. Сонда айында төлейтін сомасы кішкене азырақ болады, сол кезде оны уже төлеуге қабілеті пайда болады. Енді коллекторлық компаниялар ол кісілерден талап етеді ғой бүгінгі күнге. Ешқандай жаңа шешімді таба алмаса қысым көрсетіледі. Сол уақытта, қазіргі уақытта біздің студенттеріміз көбісі суицидқа барып жатқан жастарымыздың саны көбейіп кетті. Сол да ықпал етіп отыр ғой қазір бүгінгі күнге. Қалай негізі ойланатын нәрсе. Ойланатын нәрсе ме? Осы ойланатын нәрсе емес пе деп ойламайсыз? Өте маңызды мәселе. Енді коллекторларға осы заң бойынша осындай міндет енгізіледі. Оларда осындай реттеу механизм оларға ұсыну керек, студенттерге. Енді сол заң бойынша осындай кредиттік міндеттемелер көп болса, сол заң бойынша осыны азайтуға да болады. Қайтадан айтайын, бұл біз үшін өте маңызды мәселе. Біз осы жастарға, проблемалық қарыздары бар азаматтарға көмектесу үшін осындай міндетті түрде реттеу механизм енгіздік. Бұл уже істеп жатқан механизм. Сондықтан қиындықтар туындап жатса, төлеуге мүмкіндігі болмаса, олар микроқаржы ұйымы болса, немесе банкке, сол қаржылық ұйымға ең біріншіден арыз жазу керек. Ол арыз бойынша жаңа кестесі жасалады. Ол көмектеспесе, олар агенттікке келуге мүмкіндігі бар, құқығы бар. Агенттікке арыз жазып, агенттік өз талабынан тиісті шараларды қабылдай алады. Осындай проблемалы жастардың кредиттері болса. Сол себептен енді негізі коллекторлық компаниямен қалай жұмыс істейсіздер деген коллекторлық компаниямен осы жастарға байланысты, студенттерге байланысты осындай механизм енгізіліп жатыр. Бұл бұрын болмаған механизм. Енді коллекторлық агенттікке кредитті уже сатып кетсе, олар қалай жұмыс істеген? Олар тек қана соны қазір қанша сомасын алып арттан жүрген. Қанша кредиттік жаңағы кредитін бүгінгі күнге коллекторлық компанияға банктер сатты? Қазіргі уақытта коллекторлық компаниялардың портфелінде 945 мың адамның проблемалық кредиттері бар. Сатылмағандары? 359 миллиард теңгеге. Миллиард теңге сомасы. Сатылмаған коллекторлық компаниялардың бүгінгі күнге саны қанша? Банктер мен микрокредиттік организацияларда қалған проблемалық кредиттің көлемі қазіргі уақытта банктерде 534 миллиард теңге, микрокредиттік ұйымдарда 108 миллиард теңге сомасына проблемалық берешек бар. Ал адамдардың қарыз алушылардың саны бойынша банктерде 510 мың адамның проблемалық кредиттері бар, ал микроқаржы ұйымдарының 290 мың адамның проблемалық. Сіздің соның тағы бір сұрақ қалды да, коллекторлық компанияға байланысты банктердің жаңағы қарыздарды сату ыңғайлы ма, әлде әшейін жаңағы тізімді бере салу ыңғайлы ма? Банктерге жаңа қарызды сатасыздар ғой. Бір коллектор компанияға сатасыздар да, бір коллектор компанияға сатпайсыздар. Олар тікелей сіздерге өздерінің жаңағы пайдаларын сіздердің банктен ала салады. Соған сіздерге қайсы екеуінің ыңғайлы дегенім ғой. Біз менің ойымша қарыз алушының құқығын қорғау үшін осы сатпауға
сатпай тек қана осыны взыскивать етуге механизм қалдырса ол дұрыс болады деп есептеймін. Сол себептен осы 2 жылға мораторий қойып жатырмыз. Себебі банк немесе микроқаржы ұйымы өзі кредитті берді, өзі оның төлеуге қабілеттігін өзі санап осы кредитті берді. Енді осы қарыз алушымен жұмыс істеу керек. Оған оның жағдайы қиын болып кетсе, оған осындай жақсарту механизмдерін ұсыну керек.